Ал достар, құрметті оқушылар, бүгін сабағымызды бастаймыз. Бүгін 4-ші сабақ. Бүгін не пайда деген термині түсіндіретін болам. Яғни өткен сабақта қалай тарту керек мына сандармен айтқан болатынмын. Міне, бар болғаны сандарды санап табасыздар. Пернеден, домбыраның пернесінен. Дәл өткендегідей тартасыздар сандарды санап тауып. Талдап көрейік мына не пайда термесін. Так, көгілдір 2, 2, 3, 2, 3-ті үстінен басасыздар. 0 болса ешқандай перне баспаймыз. Көгілдір, көлден не пайда. Жағасы жайсыз жары болса, мына жерде жағасы болу керек. Жағасы жайсыз жары болса. Суы ащы, балық аз. Мына жерде ашық тек кеткен, ащы жоқ болу керек мына жерде. Ащы, балық аз, жиегі тайыз тары болса. Ал кім үйренгісі келеді, осы дайын схемамен үйрене аласыздар. Тиімді бағада беретін боламыз. Комментарийге жазыңыздар, кім алғысы келеді. Құрметті оқушылар, үлкендер де, балалар да үйреніп кете алады осы тәсіл арқылы. Міне, үстіндегі санды үстінен басасыздар, астындағы санды астынан. Яғни 2 болса, екінші пернені басасыздар. Үстінде тұрса, үстінен басасыздар, яғни үстіңгі шектен. Әрі қарай. Көк аспаннан не пайда, көгінде күн күлмесе, қыздар жиған мақтадай. Ақша бұлттар жүрмесе, биік таудан не пайда. Шынында ақтар жатпаса, сылдырап аққан тау суын сүйсініп балдай татпаса. Жастық шақтан не пайда, жалындап бір жанбаса деп кететін еді ғой. Ал достар, осындай керемет тәсіл. Кім үйренем дейді, сол адамға таптырмайтын тәсіл. Не пайда термесі кім алғысы келеді, ал комментарийге жазыңыздар. Басқа да әндеріміз бар осы тәсілмен. Қандай басқа ән бар? Мысалы, тепен-көк күй бар. Тепен-көк. Жүрегімнің иесі. Қайырмасы. Ал достар, осымен сабақ тәмамдаймын. Каналға жазылып қойыңыздар. Баршаңызға сәттілік.